сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз алтын адам археологиялық олжасы. Бұл сабақтан біз не білеміз? Есік обасынан табылған олжалар сақтардың дүние танымы туралы қандай ақпарат беретінін анықтаймыз. Енді бүгінгі сабақтағы зерттеу сұрағы: есік обасынан табылған алтын адам кім болады? Бүгінгі сабақтағы тірек сөздер аңыз тілі және дүниетаным. Аңдық стиль дегеніміз не? Әшекейлеу мен безендіруде аңдарды бейнелеу өнері екен. Сақ шеберлері арқар мен бұғы, марал мен барыс бейнесін қимыл үстінде керемет шебер суреттеп көрсеткен екен. Алтын адам бешпентінің жеңі мен жағасындағы барыстың бейнесі біркелкі дәлдікпен жабыстырылған. Аңның құйрық жалын, бауырын, бұлыш етін аса шеберлікпен бейнелеген екен. Аңдардың бейнесін өте кішкентай көлемде жасай алған. Дүниетанымға тоқталайық. Дүниетаным дегеніміз не? Қоршаған ортаны, жаратылысты танып білуінен дүниетаным қалыптасқан. Ру тайпалардың шығу тегі туралы аңдармен байланыстырды. Өзінің шығу тегін аңдармен байланыстыру тотемизм деп айтқанын біледі екенбіз. Аңдар олардың қорғаушысы, жанындағы бойтұмары, күш-қуат беріп, түрлі қауіп-қатерден қорғайды деп сенген. Қаруларын, ат-әбзелдерін, қолданған заттарын, киім-кешектерін аңның бейнесімен әшекейлеген. Ғажайып бас киімге тоқталайық. Осы ғажайып бас киімнің құпиясын ашатын болсақ, бас киімде бейнеленген құстар аспан әлемін білдірген екен. Тау мен жануарлар жер әлемін білдірген. Ешкі мен ағаш тамыры жер асты ғылымын білдірген. Сақтардың дүниетанымы бойынша сонда біз үшке бөлінгенін біледі екенбіз. Аспан әлемі, жер асты деген ұғымда. Алтын арқар тылсым күштен қорғаушы